Фемида Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті. Қайырлы кеш Астана! Астана қаласының әкімінің кубогы. Көке, сендер түсініп отырсыңдар ма, қандай лауазымды тұлғалар кубок тігіп жатқан? Көке, это вам не хохрей-мохрей. Әкімнің өзі кубок тігіп жатыр. Сендер өмірлеріңде естідіңдер ма? Нью-Йоркта әкімнің кубогы болып жатыр дегенде? Жоқ. Естіген жоқсыңдар. Көке, сендер Лондонда әкімнің кубогы болып жатыр дегенде естідіңдер ма? Жоқ. Естіген жоқсыңдар. Енді түсініп тұрсыңдар ма мынаның не екенін? Нома? Түсініп тұрмын. Не ол? Бәйтерек қой. Бәйтерек дұрыс айтасың. Москваның әкімінің кубогы болып жатыр дегенді естідіңдер ма? Жоқ. Естіген жоқсыңдар. Вот неге естіген жоқсыңдар, білесіңдер ма? Неге? Ол жақта әкім деген жоқ қой, бәрі мэр ғой ол жақта. Ол жақта мэрдің кубогы болады тек қана. Сондықтан да лауазымды тұлғалардың алдында өнер көрсетіп жатқансын жерде сөздерімізді саптап, шамалтиян ақталып, ебегейсіз әзілдердің барлығын алып тастап, бір-бірімізге қоқаңылқылық көрсетпей, арқырап тұрған сәтте жауапкершілік сезіну керекпіз жігіттер. Жауапкершілік сезіну керек. Мен бір айтқан затымды екі рет қайталамайын сосын жігіттер. Мына? Түсінбедім. Мен бір айтқан затымды екі рет қайталамайын. Аға, түсінбей тұрық қой. Ой, түсінбейтін несі бар? Мен бір айтқан затымды екі рет қайталамайын. Жоқ, аға, сіз 3 рет қайталап кеттіңіз ғой. Дұрыс қой, енді мен деген екі рет қайталамайым дедім ғой. 3 рет қайталайым мен. Сосын мен 4 рет қайталайым, бір айтқан затымды екінші рет қайталамайым дедім. Қымбат қазылар алқасы, бізге Астанаға кетіп бара жатқан кезде ата-анамыз ұрысқан болатын. Сол Астананың әкімінің кубогын алып келіңдер. Болмаса жұмысқа кіріңдер деді. Енді сіздерде тек қана екі шешім бар. Бізге бір кубок бересіздер, болмаса Астанада жұмыс тауып беріңіз енді. Негізі бізге жұмыс тауып берген оңай. Неге десеңіздер, біз 4 жыл бойы жайдарман ойнап, бір-бірімізге қатты бауыр басып қалдық. Біз бір отбасы сияқтымыз. Біз бір-бірімізді қатты сыйлаймыз. Айтқан сөзімізді жерге тастамаймыз. Бір-бірімізді іні мен аға деп, апа мен сіңіл деп сыйлаймыз. Біз бір-бірімізді Қалай апа мен сіңілі? Ойбай, бір-бірімізді қатты сыйлаймыз, достар. Жоқ, тоқташы, қалай мен неге апа? Не апа мен сіңіл дегенде апа болып көте қоймайсың ғой, ата мен әже бол. Қолымды солға қарай көтердім, апа мен сіңілі болып қалды. Жоқ, мен апа болғым келмейді. Не ойын емес пе, бәрібір пе, кім болсаң да? Ойын болса, ана екеуі не туылысып жатыр? Үлкен емессің ба, бар шеш, айт шешен. Жаслан қой болды. Жаслан қой бұл туылыспе. Қойшы, Жаслан болды ғой. Біз бір жанұя сияқтымыз, достар. Таста нең бар, оларда тиме, сөйлеме, сөздің шығын қылып, айт не, айтпа не. Біреу болмаса, біреу жылейді, қояды сосын өздері. Еспешеш болды ғой, қойшеш, қойшеш, көка, қойшеш, Жаслан, не дейді? Өзіміз бастаған. Не өзіміз па бастаған, үлкен емессің ба? Үлкен дейді. Басыма шығарамай енді. Айқайлай бермеңдерші, кетті мен. Қалай сөйлейтін болған да? Үлкен деп, басыма шығарам ба? Деп сөйлейтін болыпты анау. Оңбаған. Мында кел. Жаслан, бер кел. Мында кел, жаныңның барында бер кел бол. Мында кел. Отыр. Же ана тамағыңды. Көйлегімді өтіктедің ба менің? Көйлегімді өтіктедің ба? Құрсын бүгін демалыс емес пе? Демалыс, қыртыс көйлек киіп шығам ба көшеге ме? Достар, ойыңыздың басын қазылар алқасында ондай қатты ештеңе шешім қабылдамайтын кісінің сөзімен бастаймыз. Дұрыс па осы? Осылай сөйтей сол. Да, достар, сонымен біз бастаймыз. Елестетіп көрейік, өмірде уақыт сағат деген ұғым мүлде болмаса қалай болады екен? Сөйт, мен айтқан құжаттардың барлығын жинада, ертең маған кел. Жақсы. Нешеде келейін? Нешеде келейін? Мал қайтқаннан кейін кел маған. Жоқ, түсініп тұрмын аға, мал нешеде келеді, білмеймін ғой. Уақыт жоқ деп қойды да. Біздің үйге қона салшы, абзалы сен. Келесі әзіл. Әжесінің қолында тәрбие алып өскен бала Астана қаласының көшелерінің бірінде. Не маға қаншатырға алай барады? Қаншатырға қа мынаумен шыққан кезінде оң жағынан марқұм тие берсін, Иманов көшесі шығады. Марқұм Иманов көшесімен жүре бересің.
сол көшемен жүре бергенде сол жағыңнан жатқан жері жайлы болсын, Бауыржан Момышұлы көшесі шығады. Бауыржан Момышұлымен тағы солға қарай бұрылған кезде, сөзім ауыр болмасын, ол кісі репрессияның кезінде кетті, Сейфуллина көшесі шығады. Сейфуллина көшесімен тағы тіке жүре берген кезінде марқұм Жириновский, Жириновский тірі екен ғой. Достар, тойға шақырылған қонақтардың саны 300, бірақ тойға келген қонақтардың саны 400, сонымен далада тұрған 100 адам. Бізге бір головка беріңдерші, біз билейік далада. Көке, 10 емеспіз, 15 емеспіз, 100 біз. 1000 теңгеден ақша шығарайық, дастархан жайттайық. КВНчик бар ма араларда? Мен ойнағам. КВНчиксің ба, сен онда сол дастарханды басқарасың. Қыз бен жігіт бар ма? Үйленейін деп атқан. Тойларың құтты болсын. Қызға фат алып келіңдер. Ақтөбе жасыл қала жайлаған, көркіңе келбетіңе тоймаған, сағынып солы өсім қаланы, көрмесін бір сәт тойланып. Қымбат достар, ойын соңында жалпы жайдармашылардың бірі бұл ойынды жұлдыз болуға талпын ойнаса, бірі алдына мақсат қойып ойнайды. Ал біз жай ғана өзіміз үшін ләззат алып ойнаймыз. Бірақ генерал болуды армандамайтын жауынгер емес. Чемпион болуды армандамайтын команда емес. Сіздермен бірге болған қай ойында болмасын, қай жерде болмасын, жеңсін, жеңілсін, ата-аналар үшін чемпион болып қалатын Фемида. Рахмет достар. Рахмет.